Сәлеметсіздер ма, құрметті 11 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы 11 сынып. Сіздермен бүгінгі сабақты өткізетін Алматы облысы Ұйғыр ауданы Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектебінің мұғалімі Матаева Назерке Сембекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Алаш ұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтау болып табылады. Балалар, қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп толық игермейінше жер жекеменшікке де қоныстанушыларға да берілмейді деген Әлихан Бөкейхановтың сөзімен тақырыпқа шықсам деп отырмын. Бұл пікірмен келісесіздер ме? Алаш ұлттық идеясы тұжырымдарының бірі неліктен жер мәселесі болды? Осы сұрақты бүгінгі сабақта талқылайтын боламыз. Сабақтың негізгі мазмұнына көшейік. Алаш қозғалысының тарихи негіздері. 19 ғасырдың аяқ кезі, 20 ғасырдың басында халықтың жағдайы күрт нашарлап, кедейшілік кең етек жая бастады. Патшаның 1905 жылғы жарлығы бойынша бұрынғы Сібір шекара шебіндегі ені 10 шақырымдық бейтарап алқап қазақ әскерлерінің, қазақ емес балалар, қазақ естеріңде болсын, әскерлерінің мәңгілік пайдалануына берілді. 1905-1907 жылдары елде социал-демократтар ұйымдары құрыла бастады. Жалпыұлттық демократиялық қозғалыстың басында Әлихан Бөкейханов тұрды. Қазақ халқының қоғамдық сана сезімін арттыруға 1916 жылғы қаһарлы оқиғалар орасан зор ықпал етті. Суретте балалар, жоғары жақтағы суретті қарасыңдар болады. Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы тұр. Алаш идеясы Қазақстан азаматтарының бірігу, болашаққа жылжудың айқын бағыты, бірлігімізді бекемдей түсетін ұлы жол болды. Петициялар алаш ұстанымдары мен озық идеяларының көрінісі. 19 ғасырдың бас кезінде қазақтар арасында петициялық қозғалыс етек алды. Алғашқы петициялар жолдаудың бастамашылары дін қызметкерлері болды. Олардың ішінде Қосшығұлұлы, Науан Хазірет тағы басқалар. Петициялар өз бастықтарына, әскери губернаторларға, генерал-губернаторларға, ішкі істер министріне, тіпті Ресейдің императоры 2 Николайдың атына да жолданды. 1905 жылдың шілдесінде Қарқаралы қаласына жақын жердегі Қоянды Ботов жәрмеңкесінде қазақ халқының атынан император 2 Николайға қазақ жағы петиция ұйымдастырған болатын. Қазақтар петицияда өздерінің діни істеріне басшылық етуді 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформалар барысында енгізілген Орынбор діни басқармасының қарамағына беруді талап етті. Мешіттер мен медреселер салуға, газеттер мен кітаптар, діни әдебиеттер басып шығаруға, баспаханалар ашуын ұсынған болатын. Суретте Қоянды Ботов жәрмеңкесін көріп отырсыздар балалар. Петициялық қозғалыс жағымды рөл атқарды. Қазақтар Ресейдің бірінші және екінші мемлекеттік думаларына депутат болып сайланды. Қарқаралы петициясының негізгі тармақтары Алаш партиясының бағдарламасына енгізілді және Алашорда үкіметінің қызметінен көрініс таба білді. Алаш идеясының негізгі өзегі болып табылатын мемлекеттік дәстүрін жаңғырту, ұлт тарихын, тілін, мәдениетін сақтау мәселелері қазақ зиялыларының ұранына айналды. Алаш идеясының негізгі ұстанымдары біріншіден, естеріңізге сақтаймыз балалар, жердің берілмеуі, екіншіден, елдегі барлық игілік халыққа қызмет етуі, үшіншіден,
экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге ұмтылу. Төртіншіден, ұлттың тіл, діл, дін үстемдігі болуы. Бесіншіден, ұлттық демократиялық мемлекет құру еді. Алтыншыдан, зайырлы біртұтас демократиялық мемлекет құру қажеттілігі айтылды. Алаш идеясының өзегі ұлттық мемлекет құру еді. Алаш идеясының негізгі тұжырымдамаларының өзекті тұстары Қарқаралы петициясынан, Алаш партиясы бағдарламасынан және ұлттық демократиялық қозғалыс ірі өкілдерінің еңбектерінен көре аламыз. Алаш қозғалысының идеялары Әлихан Бөкейхановтың еңбектерінде көрініс таба білді. Алаш қозғалысының көшбасшысы, Алаш партиясы және Алашорда үкіметінің жетекшісі Әлихан Бөкейханов болды. Тарих түзетуші және үйретуші. Келешек күннің болашағын білуде тарих анық құрал болады. Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп, не қойғандығын білмейді. Келешектің қандай боларына көзі жетпейді деп атап кеткен екен. Әлихан Бөкейхан жалпы ұлттық қазақ газетінің ұйымдастырушыларының бірі ретінде алаш идеяларын алға тартып, ұлттық тарихты оқып үйренудің маңызын да атап өтеді. Қазақ табиғатынан ақылды және қабілетті. Қазақ халқы болашақта батыс өркениеті жолында іргелі жетістіктерге жетеді. 1913 жылы да былай деп жазған екен. Бұрынғы ел билеушілерінің басым көпшілігі уақыты мен күшін өзара қастандыққа, күш көрсету мен зорлық-зомбылық, алауыздыққа жұмсады деп атап кеткен екен. Енді елімізде балалар 2016 жылы Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерей тойы атап өтілді. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мәселелеріне тоқталып өттік балалар. Енді сабаққа байланысты сұрақтарды жауап беріп, тест тапсырмаларын орындап, және жазбаша жұмысты орындауға кірісеміз. Бірінші, сұрақтарға жауап беру. Қазақ газетінің негізін салушы кім? Сұраққа бірден жауап беріп отырамыз. Алаш идеялары ұйымдастырған ең үлкен петиция қай қалада болды? Үшінші сұрақ. 1917-20 жылдардағы Қазақтың тұңғыш ұлттық демократиялық партиясы. Келесі сұрақ. Алаш партиясы бірінші жобасы не туралы айтылды? 1913-18 жылдары шығып тұрған жалпы ұлттық басылымның. Соңғы сұрақ. Адамның жоғары мәдениеттілігінің, ақыл парасаты мен адамгершілік қасиетінің жиынтығын білдіретін ұғым қалай аталады? Сұрақтарға өз бетімізше жауап беріп болсақ, дұрыс жауаппен салыстыруға болады. Бірінші сұрақтың жауабы Әлихан Бөкейханов. Екінші сұрақтың жауабы Қарқаралы қаласында. Үшінші сұрақтың жауабы Алаш партиясы. Келесі сұрақтың жауабы сабақ барысында толыққанды айтылды. Ол жер мәселесі, халыққа қызмет ету, тіл, дін, тағы басқа мәселелер. Келесі сұрақ. 1313-18 жылдары шығып тұрған жалпы ұлттық басылым ол Қазақ газеті. Келесі сұрақтың жауабы балама жауаптарда қабылданады балалар. Негізгі жауап зиялы. Енді тест сұрақтарына кезек беретін болсақ, Алаш партиясының бағдарламасы қанша бөлімнен тұрды? 14 бөлім, 7 бөлім, 10 бөлім, 5 бөлім. Тест сұрақтарын мұқият шешеміз балалар. Екінші сұрақ. 1917 жылы 21-26 шілде аралығында бірінші жалпы қазақ съезінде қарастырылған мәселе. Қазақ облыстарының автономиясы, жер мәселесі, Алаш саяси партиясын құру, құрылтай жиналысына дайындық. Үшінші тест сұрағы. Алаш партиясының негізін салушы. Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханұлы. Төртінші сұрақ. 1917 жылы шілде айында бірінші бүкіл қазақ съезі
өткен қала. Орынбор, Семей, Верный, Орал. Келесі сұрақ. Қырғыз қазақ АКСР құрылды қай жылы? 1920, 1919, 1917, 1918. Алтыншы сұрақ. Белгілі бір қоғамның таңдаулы интеллектуалдық белсенділігі жоғары өкілдерін қалай атаймыз? Шаруа, элита, патша, дін иелері. Жетінші сұрақ. 1905 жылы желтоқсан айында 5 облыстың бас қосу съезі өткен қала. Семей, Орал, Орынбор, Верный. Сегізінші сұрақ. Алаш партиясының құрылған уақыты. 1917 жыл ақпанда, қазанда, қарашада, шілдеде. Тоғызыншы тест сұрағы. Патша манифесімен сөз және баспасөз бостандығы жарияланған мерзім. 1905, 1906 жыл, 1917 жыл және 1907 жыл. 10-шы тест сұрағы. Серке газеті қосымша ретінде және қосшығұлы қамқорлығымен шығып тұрған басыл. Серке, Қазақ, Үлфат, Айқап. Тест сұрағын мұқият ойланып, жауаптарын беріп болсақ, дайын жауаптармен салыстырып, өз-өзімізді тексеріп өтеміз. Мұқият ойлануға уақыт берейін, балалар. Ал енді дұрыс жауаппен салыстырамыз. Жауаптар алдарында, балалар. Бірінші тест сұрағының жауабы 10 бөлім. Екінші тест сұрағының жауабы Алаш саяси партиясын құру. Үшінші сұрақтың жауабы Әлихан Бөкейханұлы. Төртінші тест сұрағының жауабы Орынбор. Бесінші тест сұрағының жауабы 1920 жылы. Алтыншы сұрақтың жауабы элита. Жетінші сұрақтың жауабы Оралда. Сегізінші тест сұрағының жауабы 1917 жыл шілде. Тоғызыншы тест сұрағының жауабы 1905 жыл. Және соңғы 10-шы тест сұрағының жауабы Үлфат. Өзі жауаптарымызбен салыстырып, өзімізді бағалап өтеміз, балалар. Енді жазбаша дәптерге орындауға берілетін тапсырмалар. Ара ұяшығын пайдалану арқылы біз алаш қайраткерлерінің қарқаралы жәрмеңкесі петициясында қозғалған мәселелерге жинақтау жүргіземіз. Бұл тапсырмада кім не, себебі, неге, қайда, қашан деген сұрақтарға жауап беріп отырып, талдау жұмысын жасау ұсынылады. Дескрипторлар. Алаш қайраткерлерінің Қарқара жәрмеңкесі петициясында қозғалған мәселесі туралы жинақтау жүргізесіздер. Кез келген тұлғаны таңдап аласыздар, қаралған мәселені таңдап аласыздар және өз пікірлеріңізді ұсынатын боласыздар. Тапсырма дәптерге жазбаша түрде орындалады. Келесі тапсырма, балалар, Сократтың тәсілі деп аталады. Ойлан. Алаш қайраткерлері неліктен бастауыш сыныптарда қазақ балаларын ана тілде оқыту талабын қойды? Өз пікірлеріңізді білдіру қажет. Петицияда тіл мәселесінің көтерілуіне не себеп болды? Оқулықта берілген материалды және сабақ бойында айтылған материалдарды, деректерді пайдалана отырып, тапсырманы орындаймыз. Дескриптор. Алаш қайраткерлері неліктен бастауыш сыныптарда қазақ балаларына ана тілінде оқыту талабын қойғанын анықтап өтесіңдер. Қазіргі кезде не себепті осы тіл мәселесі қозғалуда ойларында ашық айтасыңдар. Петицияда тіл мәселесі көтерілуіне не себеп болды? Жеке пікірлеріңді ұсына отырып дәлел келтіресіңдер. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, балалар, рефлексия жазуды ұмытпаймыз. Жаңадан білген бір факт, сабақта түсінген қысқаша түрде, сабақта қиналған сұрақтарын, келесі сабақта білгілерін келетін мәселе туралы айтып өтеміз. Немесе маған жазып өтеміз. Енді оқу тапсырмасы, балалар. Алаш идеясы қазақтың мемлекеттік елдің ұлттық идеясы тақырыбында мақала жазасыздар. Мақала дескрипторы. Сөз саны 150-200, кіріспе бөлігінде негізгі ойға қысқаша тоқталу,
Негізгі бөлімде кем дегенде 2 дәлел келтіру және қорытынды бөлімде өзіндік баға беру. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.